Excel'дегі сілтемелерді түсінуге мүмкіндік беретін ең жақсы тапсырма осындай көбейту кестесін толтырып шығу. Сол көбейту кестесін толтыруға арналған формуланы тап деп тұр, мысалы мынау есепте. Және бұл жерге егер мұқият қарайтын болсақ, бізде формуламыз А2 көбейтілген Б1, ол мынау А және Б жолы мен колоннаның қиылысындағы мәнін тауып отырады. Яғни бізге мынау 1, 2, 3, 4, 5, 9 деген мәндерді, яғни А1, А2, А3, А4 деген сияқты мәндерді, және Б1, С1, Д1 деген сияқты мәндердің қиылысынан шығатын мәндер қажет. Оны табу үшін біз міндетті түрде А колоннасын қалдырамыз және бір жолын бұғаттап қоямыз. Яғни А колоннасын және бір жолын бұғаттау арқылы бізде $А2 көбейтілген $1 деген А нұсқасындағы жауап дұрыс болып табылады.